өзі деген мемлекеттік сатып алу бойынша дұрыс талдау жасау, заң тұрғысында қоғамдық бақылау жасау, мониторинг жасау, адвокация негіздері бойынша тренинг өткен болатын. Соған мен студентім қатысқан, өзімнен оқыған. Бұл менің студент өзімнен тендер обучение алған. Құтты болсын, Нұрия. Баршаңызға рахмет. Енді Атырау Салимова келді. Болды ма? Дариға Ахметова. Қадырғали Есенжанов. Динара Камбетова. Ербол Кушанов. Sen de mende özgürmeyecek, sen bilgen kule düşen. Sen de mende dımsız bezek, sözlerine gerek kızken. Sen de mende özgürmeyecek, sen bilgen kule düşen. Sen de mende dımsız bezek, sözlerine gerek kızken. Dinlama mümkün емес деп айтқан адамдардың сөзі, олар сондай әлсіз. Тыңдана қарайды олар, салсаң ұздар жолыңды сен сөзсіз. Өмірім көріне берсін солай. Сен де менде өзгермейсің, сен білген күле düşen. Сен де менде дымсыз безек, сөздеріне керек ізден. Сен де менде өзгермейсің, сен білген күле düşen. Сен де менде дымсыз безек, сөздеріне керек ізден. Қайырлы күн, жақсыларым. Бүгін біз Бауыржан Закимен 2 күндік тренингті өтіп, өте керемет жүрекке жететін мықты ақпарат алдық. Бұл тренингқа келген себебім де біріншіден өзіме оң нәтижелі болсын, жалпы өзім үшін де, қоғам үшін де, жалпы отбасым үшін де қажетті ақпараттың артықтығы жоқ. Сондықтан да бұл жерде ең бірінші өзіңнің жаңағы заң туралы, заң негіздерін туралы, өз құқығыңды білу, және бұл деген неге әкеліп соғады? Бұл деген жаңағы өзіңнің жеке құқығыңды білуге, отбасыңды қорғай алуға, өзіңді қорғай алуға, қоғамда қоғам белсендісі болып жүргеннен кейін 1000 радиустағы араласатын жандарының да құқықтарын қорғай алуыңа өте үлкен себепкер, мықты ақпарат болды. Бауыржан Закиге және Арман бауырымызға көп рахмет. Істеріңізге Алла берекет берсін. Осындай қайырлы ақпараттарыңызбен әр қазағымның жүрегінен орын алыңыздар дегім келеді. Сәттілік.